Дүния мамлекетлері, har bir елдің өз шекарасы бар. Тарихи дәуірлер давамында олар қалыптасып келген. Бірақ планетамызға қараң. Солай болса да бұл шекаралар бойлап харекетлену үшін бізге бір қағаз керек. Паспорт. Паспортсыз бұны әмелге асыра алмаймыз. Неге? Англиялы джентльмен Филиас Фок, атақлы романның қаһарманы. Ол 80 күнде 50.000 километр аралықты басып өтіп, бүткіл дүния бойлап саяхат еткен. Франция, Италия, Мысыр, Хіндістан, Құбыла Шығыс Азия, Қытай, Япония һәм ақш. Сол уақытта инсанның бір ғана қалеуі бүткіл бір роман үшін жеткілікті еді. Ал хәзір болса, оны әмелге асыру үшін белгілі бір мұғдардағы пол самолет орындықларына қолайсыздықтар һәм джетлакты. Анығырағы ұзақ аралыққа саяхат етіп, уақыт зонасын өзгерткенде ұйқы тәртібінің бұзылуын басыңыздан өткеруге тайын болсаңыз болды. Ойлап қарасаңыз, айрым жағдайларда Жюль Верннің қаһарманына біздерге қарағанда әдеуір аңсат болған. Неге десеңіз, сол уақытлары, яғни 1872 жылы оған паспорт керек емес еді. Ол ешқашан мемлекетке кіру һәм шығу мөрлерін қойдырмаған. Оны ешкім шекарада тоқтатпаған. Виза тасдиқлату үшін болса, консуллықтарда хәптеле уақыт өткермеген. Анығырағы ол шекараларды ешқандай расмийлестірулерге әтібар берместен кесіп өткен. Бүгінгі видеомызда біз паспорт һәм визалардың тарихы хақында сөйлесеміз. Яғни оны кімлер жаратты, ол не үшін керек болды, сондай-ақ негізінен ол қандай қызметті атқарған. Бұл Айдын Жойбарының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық. Ал негізінен паспорт сөзінің мәнісі не? Ол қандай мәністі аңлатады? Ұлыма алғанда паспорт сөзінде пас бұл жол, порт болса порт дегенді аңлатады. Басқа версияда порт бұл қала дәруазасы деп те айтылады. Француз тіліндегі мәнісінде сөз тап сондай. Расын айтқанда, паспорт сөзі корольдік парманы ямаса папаның бюллетені себеплі, яки өз-өзінен пайда болған ба, бұлар анық емес. Бірақ әлбетте бұл атама Европаға тән болып, орта ғасырларда кең тарқалған. Сондықтан да бұл хадисе жүдә жаңа дегені емес. Негізінде шекараларды кесіп өту үшін хүжжетлер шамаменен шекаралардың өзі пайда болған уақытта әмелге асырылған. Айтпақшы, бұл видеода паспорт хақында айтқанымда мен халықаралық паспортты назерде тұтаман. Солай етіп, ертеде паспортлар қорғану құжеті болып, оны алу басқа мемлекетте қауіпсіз саяхат ету имканиятын береді еді. Бұл әдетте елшілерге һәм саяхатшыларға берілген. Протопаспортлар, яғни дәсепкі паспортқа ұқсас болған хүжеттің құқи күші оны беретұғын шахс тарапынан тәмеленген. Мәселен, патшалар. Егер бұл паспорт шекарадан тысқарыдағы басқа абырайлы шахсқа арналған болса, білесіз бе, бұл хүкімдарлар арасындағы джентльмендік келісімі сияқлы болатұғын еді. Көбінесе хүжетті елшіге қарсы агрессия көрсетілсе, жазалау қаупі де бар болған. Бұл болса қорғау хүжетінің күшке кіруіне себеп болады. Ескі уасиятта Иран патшасы Нехемия деген адамды Израилға жіберген, һәм ол қорғау хаты менен тәмеленгені хақында айтылады. Бұндан 3,5 мың жыл бұрын жаңа патшалық дәуіріндегі әйемгі Мысырда паспортлар көплеп пайдаланған. Har қандай адам егер кемеде теңізге шықпақшы болса, тізімнен өтіп, шығу құжетін алуға мәжбүр еді. Антик цивилизация ішкі паспортларменен таныс болған. Себебі Октавиан Август дәуірінде Рим империясында бұндай система енгізілген еді. Бұрынлары император почтасы трактори деп аталатұғын екі жаққа бүкленетұғын тақтайдан ібарат болып, саяхатшыға почта станцияларынан жаңа атлар һәм қоллар менен пайдалану құқығын беретұғын еді. Тракториум системасы тәртіпке салынған еді. Яғни олар алдын ала таярланып, зарур болғанда берілген. Орта ғасырлар Европасында ұсыған ұқсас құжетлер бар еді. Бірақ олар Британия атауларында онша кең тарқалмаған. Миграция қадағалауы болса 21-ші ғасырда Вильгельм Завоеватель тарапынан енгізілген. Һәм соннан берлі һәр бір келген адам арнаулы құжет алуға мәжбүр еді. Бұл құжет оған англичан жеріне кіруге монарх тарапынан рұқсат берілгенін тасдиқлайтұғын еді.
Сондай-ақ бұл хақиқи саяхатшылар Ла-Манш бойлап жүдә аз өткен. Соның үшін монархтың жеке қолтаңбасы әмели іләш сипатында қабыл етілген. Және әзіргі күнде біз шығу визасы деп аталатығын хүжетлер де бар еді. Патша мемлекет үшін пайдалы болған har қандай көлікпеге ие шақсты мемлекеттен сыртқа шығарып жібермеу толық құқығына ие еді. Мәселен, ол рыцарлар үшін жақсы оқжай соғатығын шебер инсан болуы мүмкін. Бұнан тысқары Литва князьлығы һәм сол дәуірдегі көптеген Европа мемлекетлері де бұндай инсанларға шығу имканиятын бермеген. Ал Араб халифалығында болса, бұл біраз еркінлеу еді. Еркін харекетлену құқығы толық сенімдегі мұсылманларға кепілленген. Олар сондай-ақ низамға бойсынатығын салық төлеушілер болғанлығы да айтылады. Әдетте қиянетте гуманланған адамлар мемлекеттен шығуына рұқсат берілмеген. Бірақ шекараларды кесіп өтудің тикарғы себебі сауда болып қалды. Ол Европада хәтте ұрыслар һәм сауаш болып атырған мемлекетлер ортасында да дауам еткен. Ұлы еркінліктер хартиясының бірінші бәнді Англияда барлық саудагерлерге мемлекетке еркін һәм қауіпсіз кіру, шығу, сондай-ақ Англия бойлап харекетлену құқығын беруін жариялаған. Бұл құрғақлықта да, суда да мүмкін еді. Көптеген Европа портларына кіру үшін паспортлар талап етілмес еді. Бірақ мемлекеттің ішкі аймағына кіру үшін қорғау құжеті керек болған. Ұлым алғанда орта асырлерде саудагерлерде көптеген қиыншылықтар бар еді. Алдын айтып өткенімдей, монархтың жеке қолтаңбасы жазылған шығу рұқсатнамасын алудан тысқары әлбетте. Саяхаттың өзі қиын, тынышсызландыратығын һәм қауіплі еді. Бірақ соған қарамастан қаридарлар үшін товарларды алып келу керек. Ал бұның үшін болса ұзақ уақыт кететұғын һәм қымбатқа түсетұғын еді. Не үшін жағдай сол дәуірде бұндай болғанын түсіну үшін алдын сол дәуірде туризм тарауының өзі не екендігін айтып өту керек. Көз алдыңызға келтірің. Сіз Апуайы диқан. Европаның қандай да бір шеткі жерінен шыққансыз. Айнадан қараңғы орта асырлер көрінеді. Һәм дикарында сіз қай жерге һәм не үшін баруыңыз керек? Туылған ауылыңыздан тысқардағы дүния қорқынышлы, яғни белгісіз жер. Егер де сіз зияратшы, саудагер, саяхат етіп атырған аристократ, ямаса патша болмасаңыз, сыртқа шықпағаныңыз мақұл. Өйткені патша өз сарайы менен тез-тез мемлекет бойлап саяхат ететұғын еді. Мүмкін басқа жерге шығуға ешқандай себеп жоқ шығар, бірақ жұмыс ұлыма таусылмайды. Соның ұшында орта әсірлерде ең харекетшең қатламлар әдетте жұмыспенен тәминленбегендер еді. Яғни тіленшілер, саяхатшылар, үйсіздер һәм басқа да апуайы адамлар. Европа мемлекетлері әйне сол себеплі саяхатшыларға паспортлар беретұғын еді. Олардың арасында хүжетсіз болғанлар болса, гуманлы болып көрінген. Негізінде орта әсірлерде миграция құқы тек ғана ақсүйеклер үшін қауіпсіздік гуалықлары һәм беганаларды қудалау менен шекленген еді. Бұл таңқаларлық емес, себебі халықаралық паспортлар сияқты құрамалы хүжетлер тек рауажланған дипломатия һәм түрлі регионлар және мемлекетлер арасында тығыз байланыслар бар болғанда ғана пайда болуы мүмкін еді. Бұл тәреплерден қарағанда Европа анық бір тәрізде, әйемгі дәуірге салыстырғанда әдеуір дәрежеде пәсейген еді. Егер Рим дәуірінде барлық хүжетлер қатаң тәртіпке салынған болса, орта әсірлерге келіп алдын айтып өткенімдей, бұндай хүжетлерге патшаның өзі жеке қолын қоятұғын еді. Ол да har қандай жағдайға қарап әлбетте. Европа ақырында өзін өзі қолға алып, Европа монархларының хакимияты шекленбеген дәрежеге жеткеннен кейін паспортлар халықты қадағалаудың әжайып ұсылына айланды. Францияда 14-ші әсірде Людовик 14-шінің парманыменен ешкім паспортсыз корольдікті тәрк етуге рұқсат берілмеген. Ал Англияда болса шекара қызметкерлері шөлкемлестіріліп, ол саяхатшылардың құжетлері дұрыс рәсмилестірілгенлігін тексеретұғын еді. Россия патшалығында 17-ші әсірде паспорттың орнын жолаушы ямаса саяхат рұқсатнамалары иелейтұғын еді. Ал оны сырт елге шығудан алдын патша ямаса оның әскери басылықларынан алу зәрур болған. 17-ші әсірге келіп Европа әлдеқашан инфраструктураға ие еді. Яғни паспорт концепциясы бар болып, хүжетлерді беру үшін жазушылар, қызметшілер болған. Сондай-ақ хүжетлерді тексеру үшін бұқаралық һәм әскери хакимиятлар да бар еді. Бірақ бұлардың барлығы бірден бір паспорт системасын жаратуға жәрдем бермеді. Паспортлар әрқилы адамлар тарапынан берілген. Әскери хакимиятлар, сарай, жеке түрде патшалар, база қызметшілер,
шіркеу. Айрым орындарда паспорт сыпатында тек қана еврейлер үшін hüjjetlер болған. Эпидемияға ұшыраған аймақтарда болса, өзіне тән оба паспортлары бар еді. Францияда болса, бұрынғы мәжбүри минет етушілерге арнаулы сары паспортлар берілген. Бұлардың хамесі әлбетте ешкім тарапынан толық түрде қадағаланбаған һәм қолменен жазылған. Анықрағы революция дәуірлері һәм совет дәуірі басанаманға шекем. Мағлұматларға қарағанда 19 ғасырдың паспорты алдыңғыларына ұқсас емес еді. Онда жеке мағлұматлар һәм сыртқы көріністің толық тарифі бар еді. Мысалы, кең мұрын һәм иек, үлкен көзлер, тар маңлай, қара шашлар, әдеттегі дене түзілісі, бет кеңлігі һәм тағы басқалар. Сондай-ақ сол дәуірде суреттен пайдаланылмаған. Сол уақытта паспортлар кітап ямаса бүкіленетұғын лист формасында болған. Һәм иесінің толық сыпатламасы көрсетіліп, базы жағдайларда дененің айрықша өзгешеліктері де көрсетіп өтілген. Көпшілік Европа мемлекеттері ақыр бетте hüjjetlердің бірден-бір системасына өте бастады. Бұл тек қана миграцияны тәртіпке салуменен байланысты емес, ал темір жол технологиялары менен де байланысты еді. Себебі ол кеңістік һәм аралық хақындағы түсініктерді өзгертіп жіберді. 20 ғасырдың басында бәрінен бұрын бірінші жер-жүзілік ұрыстан келіп шыққан халда халықаралық паспортлар системасы енгізілді. Бұл қарар Миллетлер лигасы тарапынан әмелге асырылды. Ол ұрыс тамам болған соң бұқаралардың харекетленуін қауіпсіз һәм аңсатластыруға ұмтылды. Европадағы мемлекеттер бірі-бірінің hüjjetlерін тән ала бастады һәм басқышпа-басқыш бірден-бір стандартларды іздеп шығуға кірісті. Россия империясында болса, паспортлар системасы біраз қатаң болып қалды. Яғни, ішкі паспортлар халықтың тізімін жазу һәм қадағалау имканиятын берген. Солай етіп, жаңа дәуірдің басынан 20 ғасырге шекемгі дәуірде паспорт системасының рауажлануы, технологиялар, мемлекеттің бекемленуі һәм халықаралық қатынасқылардың тәсірі астында заманауи стандартлардың қалыптасуын көрсетеді. Бұл өзгерістер апуайы процесс болмаған һәм әзірге шекем паспортлар мемлекеттік қадағалау, әрекетлер еркінлігін жеңілдету, ямаса керісінше шекелеулер кіргізу құралы сипатында қалмақта. Ұзақ уақыт давамында адамлардың еркін әрекетленуіне қатаң қадағалау орнатылған дәуірлерде бұндай шектеулер бюрократиялық системаның хәдден тыс кеңеюі сипатында қабыл етілген. Мысалы, англичанлар бюрократияның төменлігінен наразы еді. Тап сол уақытта паспорт орташа бір күн ішінде берілетұғын болса да. Бірақ гәп сонда 19 ғасырдың екінші ярымында Европа мемлекеттерінде паспорт системасы ғалабалық түрде бекар етілді. Неге? Мигрантлардың өсіп бара жатқан ағымларын тосу тек қана техникалық жақтан имкансыз емес, ал экономикалық жақтан да зиянлы болғанлығы мәлім болды. Біріншіден, сол дәуірде шахсты тасдиқлаушы hüjjetті өткеру һәм шекараны низамсыз кесіп өту жүдә аңсат еді. Екіншіден, паспорт қадағалауы өз-өзінен рауажланып атырған капиталистлік экономика үшін пайдалы болған капитал һәм жұмысшы күшінің әрекетін пасейтті. Паспорт системасы әсте ақырын жоғала бастады. Франция 1860 жылы өзінің паспорт талапларын бекарлады һәм тек Франция-Пруссия ұрысы дәуірінде қайта енгізді. Норвегия 1959 жылы, Швеция 1960 жылы. Италия 1861 жылы бірлесуден соң, Португалия болса 1863 жылы паспорт системасын бекарлады. Атлантиканың басқа тарапында, яғни Құбыла Америка мемлекеттері конституциялық тәрізде барлық бұқаралар һәм шет елдер үшін паспортсыз еркін әрекетлену құқығын белгіледі. Олардың паспорт қадағалауы тек бұқаралық ұрыс дәуірінде енгізілген. Бірақ 19 ғасырдың ақырына келіп, ақш мемлекеттік хатгері Ейди былай дейді: ақшта келгендердің паспорт көрсетуін талап ететұғын низам жоқ. Айрым жерлерде паспорт қадағалауы бар еді, бірақ әмелиятта оған әмел етілмеген. Шекарада паспорт көрсету қағидасы тек қана европалы, абырайлы көрініске ие туристерге ғана кемнен кем жағдайда қолданатұғын еді. Греция үкіметі жергілікті паспорт низамы шекарада ешқандай әмелге асырылмайтұғылығын тан алған, ал Арабстан ярым атауы да ашық айдын айтып өткен. Яғни Европа саяхатшылары мемлекетке келуден алдын оларға паспорт емес, ал құраллы эскорт керек еді. 19 ғасырдың басларында европалылар әр 30 километр аралығын hüjjetsiz өте алмас еді. Дәслепкі талаплардан бірі беттің форма көрінісі суретленген hüjjetті көрсету еді.
Бірақ арадан бір әсір өтіп, олардың әулатлары дүния бойлап Апуайы Британия бұқарасы деп жазылған хүжетпенен саяхат қылатығын еді. Әне осы дүнияда Жюль Верннің бұрын айтып өтілген қаһарманы Филиас Фоктың басына милли мемлекетлер һәм сырт ел империялары менен толған жер шарын айланып шығу идеясы келді. Һәм ол визасын мақұллай ма, ямаса жоқ па деп ұлыма қауетерленбеді. Сол дәуірде паспорттың шекарадан өту үшін емес, ал почта арқылы жіберілген нәрселерді алу, музейлерге билетлер сатып алу һәм валюта алмастыру үшін керек екенлігі хақында айтылған. Бұл хақиқат еді. Почта қызметі бұл процесті бір қанша диққатпенен бақылап барған. Банклер шақсты идентификациялауға қатаң мүнәсебетте болған. Олардың көпшілігі басқа мемлекетлерден келген аноним қаридарлар менен істесуді қалемеген. Соған қарамастан 19 әсірдің глобаллық арманының тек қана бір бөлігі әмелге асырылды. Әммеге кіруге һәм шығуға рұқсат берілмеді. Европада елде бұндай мемлекетлер бар еді. Олар әрбір шет елден алдын ала мөрленген виза һәм паспортты талап еткен. Бұл Болгария, Румыния, Османлылар империясы һәм әлбетте Россия. Ішкі һәм сырт ел паспортларынан пайдалану бойынша ең бекем дәстүрлеріне ие болған мемлекетлерден бірі. Россия өз бұқараларынан мемлекеттен шығып кетуде паспорт талап ететұғын еді. Бұнан тысқары айрым мемлекетлерде өзіне тән талаплар бар еді. Мәселен, Италияда егерде пойызға билет сатып алмаған болса, шекарадан өткермейтұғын еді. Ал Германияда болса, әскери қызметке мәжбүр болған шақсылардың шығуына рұқсат берілмеген. Соған қарамастан 20 ғасырдың басында паспортлар тек қана мәжбүри хүжет болмай, ал құқықи қорғау құралы сипатында да қызмет еткен. Ұлыма олар тез арада біротала жоғалып кететұғындай болып көрінді. Бірақ осы миграциялық еркінліктің бір бөлігі болған ұзақ 19 ғасыр бірінші жер жүзілік ұрыстың отында тамам болды. Оның менен бірге ескі тұрмыс тәрізі де кетті. Ұлыма әскери жағдай Европа хакимиятлары үшін шекара қадағалауын енгізуге себеп болды. Дүнияда бірінші мәрте мемлекетлер оны әмелге асыру үшін барлық құралларға ие болды. 1914 жылы Британия шет елділер үшін айрым қалаларында жасауды қадаған етуші шектеулер кіргізді. Германия болса Пруссияны либерал миграция низамларын бекарлап, шекараның жабылуына алып келді. 1916 жылдың орталарынан басылап Германияға кіруші әрбір адам үшін виза талап етілді. Францияда 1917 жыл апрельде шақсты тасдиқлаушы хүжетлер 15 жастан үлкен барлық шет елділер үшін мәжбүри болды. Америка құрама штатларындағы уақытынша әскери иләжлар хақындағы низам хақиқи паспортсыз ақшқа кіруді һәм шығуды низамсыз деп есаплады. Барлық бұл визалар һәм мәжбүри паспортлар әскери ксенофобия оятқан һәм ішкі дұшпан қаупінен қорқу себеплі пайда болған. Бұл иләжлар дәслеп уақытыншалық һәм әскери сипатында нәзерде тұтылған еді. Ұрыс тамам болғаннан кейін олар жоқ болмады. Уақытша иләжлар тұрақлыға айланды һәм бүгінгі күнге шейін бізбенен қалмақта. 1920 жылы паспортлар үшін халықаралық стандартлар ислеп шығылды. Яғни бет өлшемі, фотосурет талапларына қойылатұғын шектеулер һәм мұқабаны гербпенен безеу. Сол уақытта барлық текст француз тілінде жазылуы керек еді. Яғни сол дәуірден көп нәрсе өзгермеді. Тек қана француз тілі англичан тіліне алмастырылды. Заманауи паспорттың жаратылуы тарихта жүдә ахметлі уақия. Сол уақытта бірінші мәрте милли өзлік анық хүжетте тасдиқланды һәм кең тарқалды. Сонан кейін инсанның өз мемлекетіне болған байланысы әмелде сезілері һәм бекем болып қалды. Франция тарихшысы Жерар Нуарел бұны идентификация революциясы деп атаған. Бұл өз нәубетінде миллетті аңлаудың қалайынша ғалаба санада қалыплесуіне һәм бұл түсініктің дерлік синониміне айлануына үлкен тәсір көрсетті. Жаңа паспортлар милли шекараларды саяси карталардағы шекара постлары һәм демократия сызықларынан да анықрақ белгіледі. Осылайынша барлық бұл нәрселер жабылған еді. Мысалы 19 ғасырда Google Римде 5 жыл давамында ешкімге еш нәрсе дәлелдеместен һәм көрсетпестен тынышлықта жасай алатұғын еді. Соның менен бірге Россия империясының бұқарасы болып қалатұғын еді. Бірақ бұндай құқи нигилизмге жумақ қойылды. Енді мемлекетке кіру үшін виза, мемлекетте жасау үшін болса ұзақ мүддетлі жасау рұқсатнамасы керек еді.
Ол австралиялы жазушы Стефан Цвейг 1934 жылы бұны арман етіп төмендегіше жазған еді. 1914 жылға шекем жер һәммеге тиеслі еді. Адамлар қалеген жерлеріне баратұғын, қалегенше қалатұғын еді. Ешқандай рұқсатнамалар, ямаса визалар болмаған. Һәм барғұлла жасларды хайран қалдырудан зауқланамын. Себебі 1914 жылға шекем мен Европадан Хіндістанға һәм Америкаға паспортсыз саяхат ететұғын еді. Сол дәуірде паспорт системасына глобал дүнияда жаңа репрессия құқығына қарсы наразылықлар бүткіл Европа бойлап естілді. Бірақ инсанның еркін әрекетлену құқығы хақындағы романтикалық көзқараслар тек жақсы дәуірлерді көргендердің санасында ғана бар еді. Һәм бұл идеялар олар менен бірге өлді. Бүгін болса дүния әдеуір жабық болып қалды. Әрекетлену еркіндігі тек ғана милли мемлекетлердің паспортлары һәм тикарынан сол мемлекетлердің аймағында жасайтұғын бұқараларына сақлап қалынған. Бұл да біраз машқала бірақ. Әдеуір жаман жағдай сонда адамда улума ешқандай паспорт, пул, байланслар ямаса перспективалар жоқ еді. Һәм улум алғанда ол еш нәрсе емес. Әне сол дәуірде Европада миграция кризисі басланды. Бұл 1920 жылларда Россия, Австрия, Венгрия һәм Османлылар империялары тарқалғаннан кейін 100 мыңлаған руслар, армянлар, болгарлар, греклер, неміслер, венгерлер һәм руминдер заманауи миграция системасы өзгерген бір уақытта Европада біраз қиын жағдайда болып қалды. Олардың көпшілігінде паспорт жоқ болып, айырымларында ғана болған. Бірақ бұл паспортларды берген мемлекетлер де жоқ еді. Сол Стефан Цвейг еслеп бір мигрант оған былай дегенін айтқан еді. Алдын адамда тек дене һәм рух бар еді. Ал енді болса оған паспорт та керек. Себебі егер ол болмаса, оған инсан сипатында іскерлік көрсету қиын. Жаһан ұрысы һәм осыған ұқсас уақиғалар себеплі миллионлаған адамлардың тынышлығы миграция қызметі хәмелдарларының ықтиярына байланысты еді. Миллетлер лигасы һәммеге бірдей қарап өзінің терең қайғысын білдірді, бірақ еш нәрсе істей алмады. Тек әпсанауи поляр іздетлеушісі Фритьоф Нансен бұл іске қол ұрғаннан кейін ғана жағдай өзгере бастады. Сол уақытта ол Миллетлер лигасы жанындағы қашқынлар бойынша жоғары комиссар етіп тағайындалған еді. Нансен халықаралық белгілі, халықтың сүйікілі адамы һәм қашқынларды құтқарушы рөлі үшін идеал адам сипатында сәулеленген. Мәселен, солардан бірі ол бірінші жер-жүзілік ұрыстан кейін тұтқынлықта қалған 400 мың адамның еліне қайтарылуына жәрдем берген. Бұның шешімі апуайы еді. Яғни басқа мемлекетлер оларға паспорт беруді қалемесе, бұны Миллетлер лигасы беретін еді. Яғни Нансен қашқынға 1 жылға берілетін құжетті ойлап тапты. Яғни бұл арқылы олар рәсми түрде саяхат ету, жасау, жұмыс істеу һәм шекараны кесіп өту имканиятына ие болған. Құжет үшін Нансен паспортынан басқа лайықлы ат табылмады. Паспортты беру 1922 жылдан басталған һәм дәслеп тек қана рус қашқынларына берілетін болған. Кейінірек Нансен паспортын Түркиядан қашып келген армянлар һәм ассириялылар алды. Ал италиялы саяси мигрант антифашистлер бұл жеңілікке ерсе алмады. Муссолини режимі менен қатынастықты бұзуға Миллетлер лигасы қарар етпеді. Соған қарамастан Нансен аты менен жазылған брошюра 100 мыңлаған адамлар тарапынан алынды. Һәм көпшілік үшін ол жұмыс һәм үй табу ямаса низамлы болуға жәрдем берді. Бірақ әлбетте бұл барлық машқалалардың шешімі емес еді. Себебі Нансен паспорты елі де хақиқи паспортқа ұқсайтұғын еді. Ол милли мемлекет тарапынан емес, ал халықаралық шөлкем тарапынан тасдиқланған бюджет еді. Оның юридикалық күшін тек Миллетлер лигасы тәмінлейтұғын еді. Айтпақшы, ол да тикарынан осындай түрдегі бірінші шөлкем еді. Бірінші мәрте 100 мыңлаған қашқынлар белгілі бір мемлекеттің емес, ал бірден халықаралық жәмиетшіліктің қауендерлігіне түсті. Көпшілік жағдайларда Нансен паспорты милли мемлекетлердің дәстүри паспортларынан азырақ болса да, көп санлы адамларға тикарғы бұқаралық құқыларын алу имканиятын берді. Ал айырымлары оның менен біргелікте 21-ші әсірге шекем жасап келген деп те айтылады. 1920 жылдың ақырына келіп, миграция кризисі улума шешілді. Паспорт системасы қалыплесті. Бірінші дүниежүзілік ұрысы дәуірінен берлі өткен 100 мың жыл давамында саяхат ұсулары һәм шариятлары жүдә өзгерді.
Қазір биометрикалық паспортлар, санлы көшпелі визалар, туристік уақытыншалық жасау һәм басқа да бір уақыттың өзінде тұрмысымызды жеңілдестіретұғын һәм керісінше қиынластыратұғын нәрселер де бар. Бүгінгі күнде шекарадан шығуды көз алдымызға келтіріп болмайтұғын барлық осы системалардың рауажлануы милли мемлекетлердің қалыплесуі һәм халықаралық қатынасқылардың рауажлануы менен байланысылы. Бір уақытта адамлар өз шақсы һәм құқи қорғалуы үшін мемлекетлерге байланысты болып қалды. Миграция низамшылығы орнатылғаннан берлі мемлекеттер халықтың шекаралар аралық харекетленуі қатаң қадағалауда болса да, дүния бұннан жабық болып қалмады. Керісінше, қандайда бір мәніде инсаният хәзір алдыңғыдан да харекетшеңірек. Бірлескен Милләтләр Шөлкебінің есабына көре, COVID-19-дан алдыңғы дәуірде дүния жүзінде 1,5 миллиард туристік сапарлар тізімге алынған. Бұл 2000 жылыққа салыстырғанда 2 есеге һәм 1950 жылға салыстырғанда 60 есеге көп. Адам қайсы милләт яки мемлекеттен болуынан қате назар һәммәміз бір инсанбыз. Яғни бұл паспортлар мемлекетлер арасында шекара қойғаны менен милләтлер арасында тосық бола алмайды. Бүгінгі видеомыз сізге ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаң. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.